Танымал халық әртісі, композитор, қазақ мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер, қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың өмірбаяны. Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы 15 тамызда қазіргі Түркістан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылында дүниеге келген. Кіші жүздің Жағалбайлы руынан шыққан. Әкесі Қалдаяқтың шын аты Әнапия болған, ал анасы төренің қызы Сақып Жамал. Әкесі дүниеге ұл келсе, оған Жәмшид патшаның атын қоямын деген екен. Бір күндері түсінде ұлының Айдын көлден аққу құс болып жүзіп жүргенін көріп, жақсыға жорыпты. Шәмшінің әкесі Қалдаяқ ауыл шаруашылығына қажет құрал саймандарды жасайтын шебер, жаңқаға жан бітірер ұста болған. Қобыз бен домбырада еркін ойнаған, қиссаларды жатқа айтқан. Композитордың әкесі мен анасы ән өнерінен құралақан болмаған. Олар туған жерінде той думаның көркі болған деседі. Ежелгі заманда Жәмшид деген патша болған деседі. Патшаның ерекше айнасы болған екен. Сол арқылы бүкіл әлемді көре алған. Кейін еле қазақтар осы есімді өз ұлдарына берген. Шәмші Қалдаяқовтың шын есімі де Жәмшид болған. Фамилиясы да Қалдаяқов емес, басқа болған. Қазақта келіндер жолдасын бауырларын атымен атамаған. Ол кісінің аяғында қал болса керек, содан Қалды Аяқов болып кеткен, дейді есім танушы Бердалы Оспан. Менің дауысым жоқ дейтін, осы әнге ғана дауысым жетеді деп отыр жиындарда қорлан әнін саушы еді, дейді Шәмші Қалдаяқовтың келіні Аманкүл Төрегелдиева. Шәмші Қалдаяқов мектепті бітірген соң Сарыағаштағы мал дәрігерлік техникумда білім алды. Оқуын бітірген соң 20 жастағы Шәмші Ақтөбеде 8 ай еңбек етті. 1951-1954 жылдары қиыр шығыста әскери борышын атқарды. Әскери қызметте жүргенде 50 градус аязда ащы суды ішуді үйреніп кеттім. 1973 жылы ақпанда арақты қойдым, дейді Шәмшінің өзі. Оған біреулер сенеді, біреулері сенбейді. Бірақ шындық сол. Одан кейін татып алған емес, дейді Шәмшінің досы Еркінбай Әлімқұлов. Ал Шәмшінің інісі Қадыр Қалдаяқовтың айтуынша, әскерден келген соң Шәмші Мәскеудегі Чайковский атындағы училищеге оқуға түседі. 1954 жылы оны бітірместен елге қайтып келеді. Анасы науқастанып жатып, баласын орыс болып кетеді деп қорқып шақыртып алған. Ауылға оралған соң үйірмелерге қатысып, клуб меңгерушісі болып қызметке араласа бастады. 1954 жылы Ташкенттегі Хамза Ниязи атындағы музыкалық училищеге музыка теориясы факультетіне қабылданды. Ол жерде іс сапармен Ташкентке барған әнші Жамал Омаровамен танысады. Сөйтіп Шәмшіні Алматыға шақырады. Ташкенттегі оқуын бітірмей Шәмші Алматыға көшіп келеді. Бойдақ кезінде мен Жамал апаның үйінде тұрдым. Ол кезде тұрмыста нашар болады. Тамақ, шәй, су мәселесі студенттерге ауыр кез болады. Жамал апаның үлкен баласы есебінде тұрдым, дейді Шәмші Қалдаяқов естелігінде. 1956 жылы Қалдаяқов Құрманғазы атындағы консерваторияға оқуға түседі. Ол жерде 6 жыл бойы бірінші курс студенті болып жүреді. Шәмші Қалдаяқов артынан 300-ге жуық ән жазып қалдырды. Сырға толы, мұңға толы нәзік, ырғақты әндері қазақ даласын алақанына салып аялап, әлі де тербетіп келеді. Арыс жағасында әні бір жылдары радиодан беруге тыйым салынған. Бұрынғы әндеріне иірімдері ұқсайды деген желеумен көркемдік кеңестен өтпей қалады. Дегенмен сол кезде Қазақ радиосының музыкалық редакциясында жұмыс істейтін Нұрғали Нүсіпжановқа, Ескендір Хасанғалиевке ол ән ұнап қалады. Тәуекелге бел байлап, екеуі әнді жазуға кіріседі. Дыбыс режиссері шақырып алып, мына әнді өзіміз үшін жазып қояйық деген ой болды. Әнді жазып жатқанда дауысын естіп қалып, есікті ашып, бірлі жарым кісілер әннің тамаша екенін айтумен болды. Біз үндемей отырдық, себебі тәртіп қатаң болады. Көркемдік кеңестен өтпеген ән эфирге жақындамау керек, дейді Нұрғали Нүсіпжанов. Жазылып дайын тұрған лирикалық ән байқаусызда радиодан беріліп кетеді. Ескендірге шаруамыз бітті, тәртіп бұздық, енді жұмыстан шығамыз деп айттым. Аптаның аяғында 2000-нан аса елден хат келді. Әнің тамаша екенін айтып,
жылы лебіздерін жазыпты деп еске алады Нүсіпжанов. Саналы ғұмырында Шәмші Қалдаяқов, Мұхтар Шаханов, Сабырхан Асанов, Қадыр Мырзаәли, Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Әлімқұлов, Төлеген Айбергенов, Зәкір Шүкіров, Томанбай Молдағалиев, Ғафу Қайырбеков сынды қазақтың дарынды ақындарымен жұмыс істеді. Сазгер әндері 60-70 жылдардағы жастардың аузында жүрді. Халық арасында әсіресе отаншылдық, елшілдік туралы менің Қазақстанның туындысы айрықша болды. 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысушылар Алматы алаңы мен көшелерінде Шәмшінің осы әнін ұран етіп шырқап шықты. 2005 жылы менің Қазақстаным әні Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны болып бекітілді. Ол тұс Ақмоланы Целиноград атап, сол жақтағы 5 облысты бір өлке етіп, оны Ресей жаққа бермекші болып жүрген кез еді. Осының алдында ғана оңтүстік Қазақстанның нағыз қазақи 3 ауданы Өзбекстанға берілген болатын. Қазақ жері осылайша бөлшектелгелі жатқанда, оның асқақтығын жырлайтын әнұран қажеттігін сезіндім. Менің Қазақстаным солай туды. Өлеңін Жұмекен Нәжімеденов жазды. Әнді радиоға Жамал Омарова жаздырды да, ол ән біздің өтінішіміз бойынша күніне бірнеше рет беріліп тұрды. Бұл менің қасиетті қазақ жерін бөлшектеуге білдірген қарсылығым еді, дейді Шәмші Қалдаяқов. Шәмші Қалдаяқов жары Жәмилямен 31 жасында отау құрады. Бұған сол кезде студенттік қауымды селт еткізген Шыңғыс Айтматовтың Жәмиля повесі себеп болыпты. Шәкең бой жеткеннің есімін сұрайды. Ол Жәмиля десе, өзінің Шәмші Қалдаяқов деген композитор екенін айтады. Құдай куә, Жәмиля деген қыз кездессе, үйленемін деген уәдем бар еді. Қарсы болмасаңыз, бас қосайық, отбасын құрайық деген, деп еске алды композитордың досы Еркінбай Алымқұлов. Осылайша, Шәмші мен Жәмиляның шаңырағында 2 ұл дүниеге келді, Әбілқасым және Мұхтар. Әкем қазақтың табиғатына жақын әндерді жазғандықтан, халық жүрегінен орын алды. Ол өте мейірімді, ақ көңіл болатын. Айналасындағы адамдарға үнемі қол ұшын беруге асықты. Үйге қонақ шақырғанды жақсы көретін. Бір сөзбен айтқанда, кеңпейіл жан еді. Қыста ешқайда шықпайтын, үйде отыратын. Ал көктем шыға салысымен туған туыс достарын аралап кететін, деп еске алды ұлы Мұхтар Қалдаяқов. Шәмші Қалдаяқов жандосы Төлеген Айбергенов дүниеден өткен соң ақынның жары Өрнесаға үйленеді. Ақынның артында қалған шейіттей 5 баланың қамқорлығын алды. Алайда Шәмшінің бұл әрекеті көпшілікке ұнамай, достары да теріс айналған. Шәмші Қалдаяқов әкемнің жақсы жолдасы болған. Бізді жетілдіремін, жеткіземін деп анама үйленді. Екеуі көп тұрмаған, шаммен 2 жыл тұрған, дейді Айбергеновтың қызы Салтанат Айбергенова. Шәмші Қалдаяқов өмірінің соңында Жамбыл облысындағы Дүнген ауылында тұрды. 1991 жылдың 16 қарашасында дерті асқынып, ауруханаға түсті. Сол жылдың 29 желтоқсанында композиторға Қазақстанның халық артисі атағы берілді. Халқын сүйген, халқы сүйген сазгер 1992 жылдың 29 ақпанында көз жұмды. 2020 жылы Түркістан облысы Отырар ауданында Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдық мерейтойы қарсаңында композиторға арналған Қазақстандағы алғашқы музей ашылды.